Ер жігіттің құлағына жар қылып алар қызының шешесіне қарарсын. Шеше көргенді ал, алма ағашынан алысқа түспейді. Сонан соң әкесіне қара. Әке қатал әрі мейірімді болу керек. Белігі еркекте болған үй береке, осыны ұмытпа. Еркек балаларымен қоса әйелін де тәрбиелейді. Олардың санасына исламды құй, дін жолын үйрет, оқыт. Аллаға жақынның адасқанын көргенім жоқ, сондықтан осы іске жақсы көңіл бөл. Алғанын басқасына емес, әуелі сені сыйласын. Күйеуін ерім, балаларының әкесі, болашағым деп сыйлаған әйел сенімен қоса бүкіл әулетіңді құрметтейді. Оның құрметі саған әулетінің алдында саған абырой сыйлайды. Оны қадір тұт, бар жақсы сөзіңді арна. Жұрттың балаларының көзінше құшақтап сүйме. Өзіңнің де оның да қадірін қашырасын. Оның барлығы оңашада қылар іс. Ал басқа уақытты көз қарасын мен оған жақсы іс жасар жетіп жатыр. Оның жасар ісіне араласпа. Ақылды әйел сен араласпай-ақ қажет ақылын өзі келіп сұрап алады. Оны қызған, тек жөнімен болған дұрыс. Ал шамалдан артық қызғану ұрыс-керіске себепші. Қанша ұрыс-керіс болса да өз араларында болсын. Сыртқа шығарушы болма. Ұрыс-керісте я сен жеңіл, я ол жеңілсін. Ал қателік пен дұрыс-бұрысын ашуларын басылған соң талқылаған жөн. Оны ешқашан алдама. Кез келген жағдайда тек шындықты айт. Сол кезде ғана өмірдің барлық тосын жайларына қарсы тұра аласыңдар. Мазалайды санамды бір сансыз мұң. Бәлкім мұңсыз өткен күнде мәнсіз күн. Мықтысың деп таңдады біреулер, мықты емеспін, әйелмін ғой әлсізбін. Біреулерді мықтылыққа үйреттім, өзім бірақ күш таныттым, сиректім. Бәйшешектің қауызындай жұқамын, ең бір жұқа құмырадан күйрекпін. Бір адамды түрі үшін жақсы көрсен, ертең көркі қартайғанда оған деген махаббатын өшеді. Бір адамды тапқан мүлкі, байлығы үшін жақсы көрсен, ертең тапқан ақшасы біткенде оған деген құрметін азаяды. Ең дұрысы Алла разылығы үшін жақсы көру. Алла разылығы үшін жақсы көру дегеніміз адам бойында Алла сүйетін істері болғаны үшін ұнату. Мәңгі таусылмайтын, түгесілмейтін шынайы махаббат осы. Ата тұрып ұл сөйлегеннен без, шеше тұрып қыз сөйлегеннен без. Өмірде көз жасы көп төгілген адам шынайы күле алады. Өмір ең үлкен ұстаз. Киесіне келгенде абай болсын иесі. Асып тасыса да қу дүниесі. Ұлдан немере сүйсен, көзін жоғалмас. Қыздан немере сүйсен, ізін жоғалмас. Ізін мен көзін тұрғанда елін жоғалмас. Үйлер үлкейді, отбасылар кішірейеді. Ақылымыз көбейді, адамгершілігіміз азайды. Космос жақындады, көршілер алыстады. Байланыс құралдары артты, бірақ шынайы қарым-қатынас азайды. Дәрілер көбейді, аурудың түр-түрі көбейіп кетті. Білім артты, сенім азайды. Мендер көбейді, біздер азайды. Қазіргі өміріміз осындай. Ешқашан биік шыңға шықтым деп асып тасудың қажеті жоқ. Кімнің кім екенін басына іс түскенде білерсін. Ауыздан шыққан әрбір сөзге ие бол. Ол сөз біреудің кеудесін тесер оқ болса, енді біреуге жан жарасын емдейтін шипа болады. Қиындықтар өткен өмірінің жазасы емес, жарқын болашағына берілген сынақ. Адамның санасы қаншалықты төмен болса, ол мұрнын соншалықты аспанға шүйіреді. Ұлың болса, ұрының үстінен күлме, қызың болса, жүзекшінің үстінен күлме. Көп адамдардың бетінде көрінбейтін маска бар. Жақындарыңызға айтқан ауыр сөздеріңіз олардың жүрегіне шегедей қағылатынын біліңіз. Ол шегені кешірім сұрап алып тастасаңыз да орнында ойық қалады. Сондықтан шын жақсы көретін адамдарға көңіліне тиетін сөздер айтпаңыз. Егер сізді өзектесе қамықпаңыз. Біліңіз, құрттар тек дәмді жемістерге жабысады. Кедейге күлме, сақауға сауал беріп күліп жауап күтпе. Керенді керен деме, жындыға тас атпа.
Қайтымы болады, күнәға батпа. Жылап жүрген бишараға күлме, алдынан келуі ғажап емес. Мен әлемдегі ең керемет ананың перзентімін. Ана әрбір адамның жарық дүниедегі ең жақыны, жанашыры, қадірлісі, қамқоршысы, ақ сүтін беріп аялаған, жанынды аямаған ардақтысы. Шын ниетпен жақсылық жаса, қайтымын күтпе. Біреудің киіміне қарап өз бағаңды көтерме. Мүмкін оның жан дүниесі бағалы шығар. Адамды кедейлік немесе байлық құртпайды, көре алмаушылық пен қызғаншақтық құртады. Сені жаратқан Алла, оны да жаратқан есінен шығарма. Ешкім ешкімнен артық емес. Біреуден жәбір көрген жанның дұғасын Алла қабыл етеді. Ешкімге тілінен де іс-әрекетінмен де зияныңды тигізбе. Ашаршылықта түйенің сіңірі де тәтті, тоқшылықта қозының құйрығы да қатты деген екен бабаларымыз. Қазір тіпті малдың қарнын керек қылмай лақтыратындар көп. Біле білсеңіздер, ең дәмді жері ішек қарын. Бұрынғы аналардан естігенім 40 қабат қарнын тазалаған үлкен сауап. Ұлтабарын жеген келіндер ұл табады деп, ұлы жоқ келіндерге берген. Тастауға болмайды, қарғыс алма, алғыс ал деген ата бабаларымыз. Өзгені төмендеткеннен өзің биік болып қалмайсың. Сен күн болсан да тас секілді адамдар болады. Олар жүрегіңді жаралайды, күйе жағып қаралайды. Олардың алдында ақталма, себебі күнге күйе жағылмайды. Адамдар ағаштың жапырақтары сияқты, біреулер биікте болады, ал біреулер төменде болады. Бірақ күз келгенде барлығы да жерге құлайтынын естен шығарып қояды. Ешкім сабыр сақтамаған жерде сабыр сақта, ешкім құрметтемеген жандарды сен құрметте. Ешкімнің қолынан келмеген жұмысты сен жаса, сонда ешкімнің қолы жетпеген жетістікке сенің қолың жетеді. Сені қадірлемеген адам бір күні сені іздеп келеді, сені елемеген адам бір күні саған зар болады. Сені жылатқан адам бір күні тәубесіне келеді. Пәнидің ісі бақиға бармайды. Міне бұл өмір. Адам дүниесіз де бақытты бола алады. Ең бастысы әр сәтті шынайы бағаласа. Көп адам бір нәрсеге қол жеткізсем бақытты болар едім дейді. Бірақ ол жай ғана сенің қажеттілігін ғана. Ақша, үй, көлік – ол қажеттіліктер. Ал шынайы бақыт жүректің тыныштығы, көңілдің тоқтығы. Біреуді өсектемес бұрын оның киген аяқ киімін киіп, оның жүрген жолымен жүр. Оның жолдағы шалынған әр тасына шалын, оның бар ауыртпалығын сезін. Содан кейін ол туралы өсек айт. Егер сіз адалдық ексеңіз, сенім аласыз. Мейірімділік ексеңіз, достар табасыз. Төзімділік ексеңіз, ұлылық аласыз. Табандылық танытсаңыз, жеңіске жетесіз. Ақылды болсаңыз, үйлесім табасыз. Еңбек етсеңіз, жемісін көресіз. Кешірім етсеңіз, келісімге жетесіз. Сабырлық танытсаңыз, қайыр аласыз. Сенім ексеңіз, ғажайыпқа ие боласыз. Өтірік ексеңіз, сенім жоғалтасыз. Өзімшілдік ексеңіз, жалғыздыққа тап боласыз. Мақтаншаттық танытсаңыз, құзға құлайсыз. Көре алмасаңыз, қайғы табасыз. Сарандық танытсаңыз, жоғалтасыз. Өсек айтсаңыз, жау табасыз. Егер Құдай басына қиыншылық берсе, сенің жеңе алатынына сенгені. Өмірдің қиындығын көп көрген көп нәрсеге қол жеткізеді. Өмірдің ащысын көп татқан адам тәттінің қадірін біледі. Өмірде көз жасы көп төгілген адам шынайы күле алады. Өмір үлкен ұстаз.